Жылда күніне дәл осындай 800 метр құбыр шығарылады екен. Құбыр жасайтын бұл құрылғы дәл қазір 27 км сағатына жылдамдықпен жұмыс жасап тұр. Қазақстан даму банкінен несие алып ашылған бұл зауыт қазіргі таңда толықтай қарызынан құтылып, қарыштап жұмыс жасап тұр. Армысыздар ағайын. Эфирде инвестиция және даму бағдарламасы. Сіздермен бірге мен Думан Мұхаммедқали. Бағдарламаның бүгінгі шығарылымында құбыр шығаратын зауыттың тыныс тіршілігімен танысамыз. Амитех Астана құбыр зауыты 2005 жылдың 20 сәуірінде іске қосылған. Өндірісте жасалынатын шыны пластикалық құбырлар бұл магистралды су құбырлары, кәріз су ағарлары, негізінен тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, тау-кен өнеркәсібі және өзге де өнеркәсіп салалары үшін қажет. С помощью банка расфинансирования Банка развития Казахстана. Зауыт Қазақстан даму банкінің қаржыландыруымен ашылды. Банк алдындағы несиемізді операциялық шығындарды 5 жылдың ішінде жауып тастадық. Нәтижесінде тиісті қаржы институтынан алғыс хат иелендік. Зауытта 100-ден астам адам қызмет атқарады. Жұмысшылар 2 ауысым бойынша істейді. Кәсіпорын қуаттылығы жылына диаметріне байланысты 60-тан 360 км құбырды құрайды. Ал өндірістің диаметрлік қатары 300-ден 3000 мм-ге дейін. Өндіріс цехына бет бұрсақ, шыны пластикалық құбыр әзірлеуде шикізаттың 3 түрі қажет. Араб әмірліктерінің Амиантит компаниясымен бірлескен зауыттың өнім даярлауға керекті шикізаты Норвегияда бақылау сараптамасынан өтеді. Еуропа елінде зертханада тексерілген шикізат құралдары өндіріске жіберіледі. Шикізат құрамын шыны жіп талшықтары, кварц құмы және шайыр құрайды. Мұндағы шыны жіптер Қытайдан әкелінсе, арнайы пластикалық құбыр әзірлеуге арналған кварц құмы Еуропадан тасымалданады. Шикізат ішінде шыны жіп талшықтары маңызды рөл атқарады. Себебі өндіріс процесіне жіп талшықтарының көп қосылуы құбырдың берік болуына өз септігін тигізбек. Бұл зертхана бөлімі, бұдан деген жаңа техникаға арнайы әртүрлі жіптер өтеді. Бұл енді диаметрлері әртүрлі болған сайын, ол жіптің де диаметрлері әртүрлі. Мына мысалы 600-дік, мына мысалы 2400 бұл чоп деп аталады. Мына жіп ар жақта 2400 дегені бар. Қалған бәрі ана жаққа кетіп өтеді. Сол жақтан басып трубаға түсе бастайды оның барлығы. Мына 600-дік деп аталады. Төменде 111 бар, 2400 дегені бар. Айырмашылығы міне жұқа, міне 600-діктің өзден көзбен көрсеңіздер міне жұқа болып келеді. 2400 сәл бұдан қалыңырақ болып келеді. Ол ана жерде тұрады. Ал мына чөп деп атады, бұл ана жаққа трубаға туралып түседі. Шыны талшықтарынан құбыр ғана емес, ұшақ қанаты, су көліктері, автокөлік бөлшектері де шығарылады. Өндіріс барысында шыны жіп талшықтары мен кварц құмы сондай-ақ шайыр бір қалыпта орналасып, қызу айналыс үстінде болады. Бұл шикізат өнімдері құрылғыға үстіңгі қабаттан жалғанады. Ал жанама жақтан шынылы маталар құбыр құрылымын жасауда өзекті сала болып табылады. Құбырдың негізгі құрамды бөлігіне жататын шынылы мата, стекловолокно деп атайды екен. Осы негізгі оралып тұрған. Негізгі үрдістің барлығы осы жерде жүргізілуде. Сымала төгілуде, желімнің қызметін атқаруда, одан кейінгі химиялық полипропиленді бұйымдар туралып ортасына тасталуда, әрмен қарай пеш қыздырады да, әрмен қарай дайын өнім шығарылуда. Құбыр жасауда әр шикізатты қанша мөлшерде қосылу керектігін заманауи техника шешеді. Компьютерлік бағдарлама арқылы оператор құбыр жасауда қандай шикізат құрамының шамадан тыс екендігін, немесе мөлшерден аз екендігін экранға шығарады. Заманауи техника анықтағыш қасиеттер мен жылдамдықты да меңгерген. Құрылғы 12 метрлі бір құбырды 20 минутта жасап шығарады. Жалпы шыны пластикалық құбыр шикізат өнімдерін қыздырғыш болат лентаға орау жүйесі арқылы пайда болады. Индукционный деген трубаның ішінен қыздыратын бір құрылғы. Сонысы қосылады, сыртынан қыздыратын ипокрасник деген қыздырғыштар бар, солардың бәрін қосып, трубаны шикізат күйінде таза өнім қылып өндіріп шығарамыз. Онан соң труба өз 12 метр, 6 метр болып бөлінеді, екі неде шығарамыз, екі размерде. Сол 12 метр қазір шығып атқан, мыңдық диаметрі мыңдық труба 12 метрде шығып атыр. Ол қазір 12 метрде өзі автомат түрде пила іске қосылады, өзі сонан кеседі 12 метр болғаннан кейін. Міне, осылай жаңа ғана жасалып шыққан құбыр бірден калибрлеу бөліміне жіберіледі. Мұнда өнімге тиісті белгі қойылып, муфтының орнатылуы үшін жиектерін қыру жұмыстары жүргізіледі. Мына станоктар калибровка деп аталады. Мұнда жаңа трубаның размерін, яғни диаметрін біз өлшейміз. Жаңағы муфтаның размеріне сай жасаймыз да, маркировка жасаймыз, номерін береміз. Фаска деп аталады, фаскасын аламыз.
резинаның келетін жеріне. Фаска дегеніміз ол жаңағы екі трубаны қосатын муфта деген зат болады. Муфта. Сол муфтаның резина тұрады, стопер. Сол стопердің орны фаска деп аталады. Ол где-то 5 миллиметр болады, 6 миллиметр. Өндірістегі соңғы процесс құбырды қысыммен тексереді. Гидравликалық сынақта тапсырыс берушілер ұсынған қысым түріне орай сынақ әр құбырға әрқалай жүргізіледі. Өйткені зауыттан шыққан бір құбыр кәріз суағарлар үшін пайдаланса, ал тағы бірі жоғары қысымды желіге орнатылады. Бізге мысалға келеді 32 қысыммен келеді. Тапсырыстар келеді, соған қарай біз несін қысымын өлшеп, тексеріп, солай жіберіп отырамыз. Бұл қысымын өлшейтін станок гидротестер деп аталады. Гидротестер ол PN16, сосын PN25-ке дейін қысымын өлшейді. Мысалға ең аз 12 давлениеден қысымнан 50 қысымға дейін трубаның қысымын өлшейді. Шыны пластикалық құбырды сапа бақылауынан өткізетін зертхана зауыт ішінде де бар. Бұл жерде дайын өнім жан-жақты тексерістен өтеді. Бақылау барысында қателік шықса, өнім жарамсыз деп танылады. Ал керісінше өнім барлық сынақтан өтіп тұрса, тауар әрі қарай тұтынушыларға жіберіледі. Один из основных методов испытания Шыны-пластикалық құбырын сынап көрудің бір түрі оның беріктігімен ажырамау күшін байқауға арналады. Сейчас я вам покажу, как мы проводим. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Сынақ барысында шыны-пластик құбырының шағын үлгісі қолданылады. Шағын үлгі тігінен жоңылған. Сынап көрейік. Испытание продукции. Арнайы аппарат затты екі жағынан ұстап созу үстінде. Созу процесі компьютерлік бағдарламаға негізделген. Мұнда әрбір ньютон күші есепке алынады. Вот она. Тест прошел успешно, было Тест приложено сәтті өтті. Өздеріңіз көргенде, шыны пластикті сындыру үшін 5517 ньютон күш жұмсалды. Кез келген жағдайға шыдамды. Берік келген құбырлардың қолданыстағы мерзімі де ұзақ. Шыны пластикалық құбырлар 75 жылға дейін қызмет ете алады. Және салмағы да ауыр емес. Айталық аталмыш құбыр болат құбырдан 4 есе жеңіл болса, ал темір бетонды құбырдан 10 есе жеңіл екен. В августе месяце этого года мы перешагнули свою первую 1000 километров трубы. Осы жылдың тамыз айында біз шығарған құбырлардың жалпы ұзындығы 1000 шақырымнан асты. Менің ойымша, бұл да бір нәтиже. Кәсіпорнымыз 2011 жылы ел президентінің алтын сапа сыйлығының шағын және орта кәсіпкерлік саласындағы өндірістік бағыттағы үздік кәсіпорын аталымы бойынша жүлдесін еншіледі. Араға 5 жыл салып, тағы да марапатқа ие болдық. Биыл біз елбасының қатысуымен өткен Парыз конкурсына қатыстық. Шарада еңбекті қорғау саласындағы үздік кәсіпорын номинациясы бойынша біздің зауыт 3-ші орынға ие болды. Шыны пластикалық құбырлардың сапасы да жақсы, және де аса қажетті күтімді талап етпейді. Оларды тасымалдау да оңай, кез келген көлікпен тасымалдауға болады. Аталмыш құбырлардың экологиялық таза және мүлде таттанбайтын ерекшелігі. Электр-химиялық коррозиядан қорғауды керек етпейді, және жыл бойына монтаж жұмыстарын жүргізе беруге болады. Міне, осындай бүгінгі қоғам қолданысына лайық сипаттамалары бар құбырларға сұраныста артқан. Шығарып жатқан өнімдерін 80% шетелге экспорт болатын өнімдер. Экспорттанатын мемлекеттер бұл Ресей мемлекеті, үлкен экспортты бұл Өзбекстан мемлекетінің экспорт жасайды. Ол жердегі дүниежүзілік банкпен жүргізіліп жатқан бағдарлама бойынша үлкен жобаларға қатысып, сол жобалардың тендерін өтіп, сол жобаға бас тасымалдаушы. Өнімдер сапасы өте жоғары және халықаралық стандарттардың бәріне жауап береді. Амитех Астана зауыты ішкі нарықта, тіпті ТМД елдерінің арасында өзінің жоғарғы бағасын алып үлгерген кәсіпорын. Елбасының зауытқа табыстаған арнайы марапатының өзі өндіріске көрсеткен құрметінің айрықша екендігін аңғартса керек. Ал Амитех Астана зауыты өзіне артқан үмітті ақтап, отандық өнімнің өрісін одан сайын кеңейте бермек.